Армысыздар, құрметті әріптестер, оқырмандар. Ұлы ғарышкеріміз Мұсабаев Талғат Амангелдіұлының туғанына 75 жыл толуына орай ғарышқа самғаған қазақ тақырыбындағы ерлік сағатына қош келдіңіздер. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтар Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының ұшқыш ғарышкері, Рига азаматтық авиация инженерлер институтын 1974 жылы және Ақтөбе жоғарғы ұшқыштар училищесін 1993 жылдары бітірді. Алматы облысындағы азаматтық авиация әуе қатынастарының Оралбай авиация отрядында инженер болды. 1931 жылы Талғат Мұсабаев ғарышкер сынақшы квалификациясы берілді. 16-шы бағдарлама бойынша 1994 жылы 1 маусымнан 4 қарашаға дейін ұзақтылығы 127 тәулік Союз ТМ ғарыш кемесінде борт инженері ретінде ғарышта болды. 2 рет ашық ғарыш кеңістігінде жалпы ұзақтығы 11 сағат 6 минутқа шықты. Ұшу кезеңінде қазақстандық ғылыми зерттеулердің 2 бағдарламасын орындады. 25-ші негізгі экспедиция бағдарламасы бойынша 1998 жылы 29 қаңтар мен 25 тамыз аралығында ұзақтығы 208 тәулік Союз ТМ 27 және Мир ғарыш кемелеріне кеме командирі ретінде ғарышта болды. Ұшу кезеңінде 5 рет жалпы ұзақтығы 30 сағат 8 минут ашық ғарыш кеңістігіне шықты. Мұнда ғылыми зерттеулер мен эксперименттердің қазақстандық 3 бағдарламасын орындады.